Hi everyone. Бүгін бізде үшінші сабақ to be етістігі жайлы болады. To be, осы шақтағы to be'іміз am, is, are етістіктері. I-дан кейін үнемі am етістігі кіреді. Яғни I am, мен, I, мен, кейін am етістігі келеді. He, she, ол деген мағынаны білдіреді, иә. Кейін жекеше түрде is үнемі he is, she is, it is, we, біз студенттеріміз, we are students. Сендер студентсіңдер, you are students. Олар студенттер, they are students. Мен Гаухармын. I am Гаухар. He is Марат. Ол Марат. She is Айдана. Ол Айдана. It is a dog. Бұл it. Яғни, егерде зат есім бастауыш жекеше түрде болатын болса, одан кейінгі етістік жекеше болады. Жекеше яғни is. Бастауышымыз көпше түрде болса, біз, сендер, олар деген сияқты көпше түрде болса, ендеше ол кезде are етістігі болады. I am happy. Мен бақыттымын. I am happy. You are sad. Сен көңіл күйің жоқ. Сенің көңіл күйің жоқ. You are sad. You-дан кейін are етістігі келеді. He is angry. Ол ашулы. He is angry. She is 7 years old. Ол 7 жаста. She is 7 years old. It is yellow. Ол сары түс. It is yellow. Сары түс. We, біз деп аталады. We are rich. Біз баймыз. We are rich. Біз баймыз. You are poor. Сендер кедейсіңдер. Poor, кедей. They are cold. Олар жаурап жатыр. They are cold. Олар жаурап жатыр. Қарасаңыздар, I-дан кейін үнемі am, I am келеді. You-дан кейін are, you are, he, she, it is, he is, she is. Онда мән берсеңіздер, егер адам өзінің көңіл күйін, қандай екенін, кім екенін айтатын болса, ол кезде осы to be келіп көмектеседі. To be етістігі келеді. Ағылшын тілінде сөйлем құратын кезде алдымен бастауыш біздің есімдіктер тұр. Бастауыштың рөлінде, одан кейін бізде етістіктер келеді. Етістіктердің рөлінде бізде to be етістіктер тұр, мына to be. Ал одан кейін барып адамның жасын, қандай екенін айтатын болса, одан кейін осы сөздерді қоя беруге болады. Мысалында, my name, менің атым, my name is, Brenda Foster, яғни менің атым, my name'ге қараймыз. Name егерде жекеше түрде болатын болса, ендеше ол кезде is болады, яғни жекеше түрде бізде is болады. Егерде I-дан кейін бізде етістігіміз am келетін. I am on the left. I am on the left. I am 10 years old. Мына жердегі бастауышқа қараймыз, бұл қандай соған байланысты жерге етістіктерді қоямыз сәйкесінше. Мысалында, I етістік бізде am келеді. I
am in the fifth form. My birthday менің туған күнім. Туған күн ол бір ғана күн ғой, бір күн, яғни ол жекеше бір күн болса, is болады. On the 1st of January. I деген бізде үнемі am келеді. I am from Santa Monica, California, USA. I am. Тағы am болады. Себебі I тұр. My phone number. Бұндағы зат есім бізде number деген сөз. Number бізде жекеше түрде тұрғанын қайдан білеміз десеңіз, егер numberдан есімдерге s жалғау жалған тұрса, ендеше ол көпше тұр деген сөз. Numbers тұрса, ендеше are болатын еді. Бірақ бұл жерде number, яғни жекеше түрде тұр, ол кезде бізде is болады. My phone number is. I live at 16 Park Street. My postcode is болады. Неге is? Code, я? Код, жекеше түрде тұр. Is келеді. I've got a sister and a brother. Their names. Менің ағам және әпкем бар. Олардың аттары. Қараңыздар, names. S жалғау жалған тұр, яғни көпше тұр. Sorry. The names. Бізде are келеді. Яғни names are Gina and Paul. Gina және Gina 16 жаста. Gina деп біреуін ғана айтып тұр. Gina деген қыздың аты, ол 16 жаста, яғни is. Gina is болады. Paul is. Paul is only 3. Paul небәрі 3 жаста. Paul is. Екеуінің аты біліп тұрса, немесе олар мынаншада деген болатын болса, немесе are болады, неге? Are жекешеде is. I've also got a dog. Менің тағы да итім бар. His name, оның аты is болады. His name is. Sport. He is. Үнемі is етсе керек. My mom, менің анам, жекеше түрде менің анам, бір ғана адам, я, сондықтан is болады. My mom is a doctor. She works at a hospital. Ол больницада, емханада жұмыс жасайды. My dad, менің әкем, бір ғана адам, ол is, я. My dad is a driver. Ол жүргізуші. He works in Los Angeles. Ол Лос-Анджелесте жұмыс жасайды. We, біз. We деген бұл көпше түрде. Бізде are естіді. Яғни we are all friendly in our family. Біз бәріміз отбасымызда тұрмыз деген сөз. Енді мұнда келейік. Hi Alex. Кезінде бізде етістігі арада шығып кетеді. Сіздер жердегі бастауышқа қарайсыздар. Мына жердегі бастауыштарымыз, егерде you болса, яғни you'дан кейін бізде қандай етістік келеді? Are етістігі. Ал сұраулы сөйлемде are алдына шығып кетеді. Яғни how are you? Қалай? How are you? Hello David. I am fine. Жақсымын. I am fine. And how are you doing? Қалай сенің? Ал өзінің қалай деген мағынада. Жерде тағы you-ға қараймыз. You-дан кейін бізде are етістігі келетін. Сұраулы сөйлемде are етістігі алдына түсіп. How are you doing? I am doing fine. Менің жағдайым керемет. How, қараңыздар мұнда. Your sister. Мұнда your sister. Your-ға қарамаймыз. Your sister. Сенің әпкеңнің жағдайы қалай? Әпкең бір адамды сұрап тұр ғой. Егерде sisters көпше түрде s жалған тұрса, sisters әпкелерің қалай болса, жерде are your sisters болатын еді. Ал бұл жерде тек бір ғана адамды сұрап тұр, яғни how is your sister?
Where she'den keyin biz үнемі is келетін сұрау сөйлемге алдына қарай түседі. Where is she now? Ол қазір қайда? Ол қазір Лондонда. She is in London. Ол Лондонда. She is learning English. Ол ағылшын тілін үйреніп жүр сонда. Really? Расымен ба? That is wonderful. That деген бізде сілтемесіндегі және де бұл жекеше түрде тұр. Бұл кезде singular, жекешеден біз singular дейміз, жекеше түрде болса is келеді. That is wonderful. Тамаша. How about your parents? Ата-аналарың қалай? Олар жақсы. They are fine too. They are in Cyprus now. Олар қазір They are. You естіді, яғни сұрақ түрінде. Бүгін сенің қолың бос емес па? Are you busy tonight? Not really. Why? Одан кейін бізде үнемі are жүреді. Having a party. Бізде кеш болайын деп жатыр. Would you like to? Келмейді ме? I'd love to. Барғым келеді. We go to our place at 7 p.m. Ендеше біздің кешімізге кешкі сағат 7-де. Бұл жерге де am, isn't, aren't, not complexes. Айдан кейін бізде am келеді. Яғни сіз I'm lazy, мен жалқаумын. Егер мен жалқау емеспін деп болсаңыз, I am not lazy, мен жалқау емеспін. Not болымсыз мағынаны білдіреді. Яғни мен жалқау емеспін. I am not lazy. Мен гауһар емеспін. I am not гауһар. My friend is naughty. Naughty деген бұзық деген сөз. Менің досым бұзық. And менің досым, яғни бір ғана адам. My granny, менің әжем. Менің әжем жақсы. My granny is kind. My granddad is clever. My teachers, мұғалімдерім, қозғалған тұр затысында, яғни бұл мұғалімдер көпшілікте болады. Ол кезде are естіге. My teachers are funny. Funny деген күлкілі. Яғни менің мұғалімдерім күлкілі емес деп айтатын болсаңыз, my teachers are not funny. I am bad people. Мен жаман оқушымын. Мен жаман оқушымын. I am a bad people. Егер де сіз мен жаман оқушы емес болымсыз мағынаны білдіргіңіз келсе, I am not a bad people. Окей. Мұнда қараңыздар. Your mom. Сенің мамаң қалай? Жалпы how деген сөз қалай деген мағынаны білдіреді. Your mom. Яғни бір ғана адам ол кезде how is your mom? Ол жақсы. Яғни мама ғой, мама болса ол she. She is fine. Мына жерде your parents. Аналарың қалай? Ата, ана, екі адам. Ол s жалғау жалғанып тұр. Parents. Тек көпшілікте are болады. How are your parents? Жақсы. They are okay. You да? Үнемі are жүреді. How are you? Қалың қалай? Мен жақсымын. I am very well. Мен жақсымын. Рахмет. Uncle, көке, дядя. Сенің дядяң қалай? Дядя, көке, жекеше түрде тұр. Uncle деп. S жалғанып тұрса, көпше түр болатын еді. Жекеше түрде болғандықтан is болады. How is your uncle? Ол жақсы. He is fine. Лиза қалай? How is Liz? Ол жақсы. She is fine. Thanks. Кузенің қалай? How is your cousin? Ол жақсы.
She is very well. Айдан кейін, дағы айтып өткендей, айдан кейін үнемі естері келеді. Мен бизнесменмін. I am a businessman. Мен оқушымын. I am a pupil. Менің достарым, мұғалімдер, менің достарым деп, мына friends жалғау тұр, s жалғау, яғни көпше тұр. Көпшеде бізде are болады. My friends are teachers. My uncle жекеше түрде тұр. Көкем is a driver. Жүргізуші. My parents жалғау тұр, яғни are-ны қоясыздар. My parents are doctors. Менің ата-аналарым дәрігерлер. My cousins are болады, иә? Cousins жалған тұр. Cousins are vets. My mom is a shop assistant. Mom is a shop assistant. Анам шая. My mom is a shop assistant. Жекеше түрде бізде is болады. Көпше түрі s жалған тұратын болса, ендеше ол кезде are етістігі болады. Сабақтың бүгінгі тапсырма тақырыбымыз сүзбе етістігі жайлы болатын, яғни айдан кейін үнемі m, кейін are, he, she, it, we, you дейді. Are көпше түрде are, жекешеде is, және де айдан кейін үнемі m етістігі келеді. Сабақты түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар. Goodbye.